кредитке кірдің, төлей алмайсың, косякқа кірдің, кредитпен жаптың, біттің деген кезде не істеу керек екен? Бірінші кезекте мынаны, бұл тығырықтан сен реально шыға алмайсың, егер сен бірінші мына қадам жасамасаң. Кредит шешім емес, кредит мәселені шешпейді, соны қабылдау керек. Сосын кредитті кредитпен жаппау керек, қарыз алып жаппау керек. Сосын біреулерге қарыз алдырып, немесе біреулерге процент алып біреулерден, сосын кредитті жаңағы біреулерге кредит алғызып, ломбардқа алтын тасып, алтын жақұттарды апарып, өйтіп жабуға болмайды, бұл шешім емес. Микрозаймдарға кірмеңдер. Бірден тоқта, бір кредит па, бір проблема болды. Ал кредит алған сайын, ананы жапқан сайын проблема ұлғая береді. Рефинансирование, қайта қаржыландыру, кредитті кредитпен қайта жабу. Бұл шешім емес. Мойынға ілген қамытты қатайта беру, қысқарта беру, зынданды әрмен қарай қаза беру. Тоқтатыңыздар ағайындар, кредитті кредитпен жабуды қойыңыздар, доғарыңыздар. Өзі тамаша қадамдар бар қазір, кредитті төлей алмаған кезде не істеу керек? Соған байланысты біздер сабақтарда өтіп жатырмыз, келсеңіздер кеңестер де беріп жатырмыз. Осы Instagram парақша, TikTok парақшаларда түрлі кеңестер бар. Соны атап өтетін болсам, графикті ыңғайлы график жасап алуға болады. Өзіңе зерттеп, оны да кеңес алып барып істеу керек. Зерттетіп, қазірдің өзінде адамдардың тексеріп беремін. Одан кейін банкроттық, төлем қабілетін қалпына келтіру рәсімі, сотпен реттеу, немесе жалпы айлықтан ұстату. Осы сияқты тамаша тиімді жолдар бар. Егжей-тегжейлі оның бәрін білем десеңіздер, бізге кеңеске келсеңіздер болады, бізден жалпы заң компаниясы кеңес алсаңыздар болады. Бірақ кредитті кредитпен жаппаңыздар ағайын.